арасында сондай бір ынталандыру несі болып тұратын мен. Мен өзі кейде ұлдар сияқты емін еркін жүргім келетін, үйде болады ғой бір андай. Таңертең тұрғанда төсегіңді жинамай, тамақ ішкен артынан ыдысты жумай, ешқандай үйдің тірлігіне бас қатырмай, бір өзі максимально на расслабоне жүргім келеді ғой бір сөйтіп. Бірақ қыздарға олай жүру мүмкін емес. Өйткені қыздарға не то что үйдің тірлігі, өзінің денесімен управлять етуге мүмкіндік бермейді ғой. Аяғыңды көтерме, шашыңды жайма, тізеңді құшақтама, ақылеме, ухлеме, жағыңды таянба, көзіңді алартпа, сөз қайтарма, тізеңді құшақтама. Не ағылдыңдар деймін да? Қайда дайындап жатсыздар бізді? Жо, еще бізбен бірге бір кейбір сөздердің ассоциациясы дұрыс емес. Қыз қырқын қатын қалаш дейді. Не ол? Оның үстіне біз мектепте жігіт сұлтаны мен қыз сынын өткіземіз. Получается, біз жігіттің сұлтанын таңдайды екенбіз да, қызды сынайды екенбіз. Төртінші сыныпта қызды не үшін сынайды, мен ұқпадым. Біз осылай бала күннен қыз балаға көп жауапкершілік артып тастағанбыз. Тұрмысқа шықса да оны үстіне үйе бересің ғой, жасауымен бірге мәк деп үстіне тағы үйе жібересің. Тұрмысқа шыққан кезде артыңа қарама. Кетсең қайтып келме. Біздің бетіміз жерге қаратпа. Шешесіне үйретті демесін, орныңды біл деп. Сондай қиын енді негізі қыз балаға оның барлығын естіп өсу. Енді мен ойлаймын да, сонда өз үйімде қонақта болдым. Жақсы. Ана үйге бөтенмін. Сонда менің үйім қайда? Егов? Мен өз бар болып есептелем ба? Жоқ, шынымен ғой, мен үйім өзім, маған қонақсың дегеннен бөліп, барсаң қашан кетесің дейді маған. Келгенім қазір ғана ғой. Шай ішіп алайықшы бір кесе. Ал келін деген ол бөтен адам. Яғни келін деген сөздің түбіріне мән беретін болсақ, кел деген келу, ін деген күйеуіңнің үйі. Кел, інге кір деп тұр ғой саған. Күйеуің де арамушка сол інге қамап шығармай ұстап отырады ғой сен бейт. Сол інге кіресің, басында жан-жағың қап-қараңғы болады. Ін ғой енді не дегенмен. Неше түрлі крысаларды көресің. Мен не дегенмен ін ғой, айттым просто. Бірақ бір түсінгенім, егер де сол іннің алдына күйеуіңді салып ап,